Сәлем, бүгін сіздерге мен қалай соткаға көп приложение басу жолын көрсетемін. Біріншіде қарапайым мысал біз Play Marketке кіреміз. Play Marketке кіріп бір ойынды немесе приложение немесе программаны басатын кезде сіздерде недостаточный память деп тұрады. Недостаточный память десе егер жаңағындай артықша программаны өшіреміз. Болмаса мен бірінші уроктағыдай сотканы бір тазалап шығамыз. Егерде одан бөлек сіздерде приложениенің тізімдерін шығарып, сізде приложение симайды, және басқаша ескертулер шығып тұрса, ол үшін қазір сіздерге көрсетемін. Мінекей, менде приложениялар өте көп. Байқап тұрсыздар. Қазір мына жақта да өте көп. Мінекей, көрінбей тұрған приложение қаншама. Дәл осы қазір сіздерге жолын көрсетемін. Ол үшін мына жерден бір түсіндіріп алып кетейін. Қазір мендегі приложениелер память устройствода тұр. Память устройствода тұр. Яғни олар сотканың памятында тұр. Мен сол сотканың памятынан алып, карта памятқа жүктеймін. Қазір оны қалай кешетінін көрсетемін сіздерге. Ол үшін настройка кіреміз. Настройка кіріп, әрдайымдай диспетчер приложение кіресіздер. Енді осы жерден бізде жаңағындай сотканың памятынан флешкаға көшіретін өзі олардың ішінде де программалар болады. Бір программалар тек қана сотканың памятінде болуы керек. Бізде мына бірінші приложение болу керек. Мінекей. Егер мынандай значок шығып тұрса, на карту память CD деген осы шығып тұру керек. Осыны басасыздар, өзі переместить етіледі, яғни көшіріледі. Мысалға ВКонтакте бізде бұл болмау керек. Аха, мінекей. Бұл болмайды. Яғни ол батырма бізде шықпай тұр. Мына жерде болмайды көрсе, болатындарын мен уже көшіріп қойған. Мысалға Clammaster браузер. Ол уже көшіріп қойған. Көшіріп қойса, егер сіз қайтадан память устройствоға көшіресіз ба деген сізге батырма шығып тұрады. Мінекей, мынада мысалға ондай жоқ. Карта память CD. Мінекей, Filmora Go дейді. Осы программа болады екен. Мінекей. Егер мынаны қазір 75-80 бізде осынша, мынау қазір қарап тұрсаңыз, осынша память алып тұр, осыны біз флешкаға аударамыз. Яғни біреулердің флешкасы бар, 8 гигабайт, 12 гигабайт, оған еш нәрсе баспайды. Соны біз қалай дейді? Мінекей, мынау ауысты. Переместить в память устройствоға ауысты. Дәл осылай ауыса береді. Ауысқасын сіздерде жоғарыдан мынандай шығады. Приложение өзі ауысты деген, яғни хабар келеді сіздерге. Және де тағы бір кеңес, сіздер камераға кіресіздер. Жай ғана сотканың жадына емес, соны біз флешкаға ауыстырамыз. Ол флешка ауыстыратын жер настройка кіресіздер, 3 нүктені басамыз, место хранения. Мына жерде шығады. Устройство және карта память. Осы карта память басып қойсаңыздар, сіздің суреттеріңіз тек қана флешкаға сақталып отырады. Және де флешкада сақталған суреттер өте сенімді болады. Флешкада сақталған суреттер прошивка жасаған кезде де өшірілмейді. Сіздерге берер кеңесім. Келесінде сотканың ішінен қалай прошивка жасау жолын көрсетемін. Және де сіздер соткаңызда түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, маған жазыңыздар, мен барынша видеомен түсіндіріп беру. Сіздерге бір ескерту айта салайын. Егер сіздің соткаңызда жаңағы сотканың памятынан флешкаға аударған кездегі приложениялардың знагы мынандай шарит осындай болып қалса, ешқандай да қорықпаңыздар. Бұл аса қатты қауіп ешнеге жоқ. Дәл осылай болып тұра береді. Кейіннен өзі бір өшіріп қосқаннан кейін, немесе кейіннен өзі автоматически жайына келіп қалады. Одан қорықпаңыздар. Кәдімгідей ашылып тұра береді. Мінекей, шарит менде ашылып тұрсам. Мінекей, және де жаңағы біздің приложениеде көшіп болды. Осымен оңай деп ойлаймын. Егер соткаңыздың шамасына да қарайсыз, бірақ та соткаңыздың енді әлсіз болса, көп программа басуға кеңес бермеймін. Егер соткаңыздың күші көп болса, барынша баса беріңіздер. Осымен сау, саламатта болыңыздар.